жалпы ақша жаңағы мен айтқандай берекелі келу үшін адамның өзіне деген махаббат болу керек та. Адам өзінің жаңа құндылығын білген кезде, өзін жақсы көрген кезде, және өзін естіген кезде ғана берекелі ақшаны таба алады да. Жаңағы мен айтып тұрмын ғой, сетевойдағы әйелдер көздері ақша 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 деп жүгіріп жүрген, либо бизнестегі әйелдер, олар пока өзін естуге келген жоқ. Берекелі ақша деген аз ақша деп көреді. Елдің барлығы берекелі ақша дегенді аз ақша деп көреді. Яғни мен өмірде көп ақша тауып көрдім да, Мұхит, сен білесің, иә. Мысалға, миллиондаған ақшалар менің счетымнан өтіп қайда қалғанын білмеймін. А когда менің өміріме берекелі ақша келген кезде, маған сол кезде үйде бітті, берекелі ақша біткенде, машина да бітті, балаларым да оқуға түсе бастады, и менің счетымда ақша да қала бастады да. Өйткені ол саған сіңіп, кәдімгідей денеңе, өміріңе сіңетін ақша да, бұл аз ақша емес. Ол кәдімгі көп ақша. Ал анау сумма бар болғанмен, ол нәрсе менің өмірімде ешқандай тұрақтылық, береке болған жоқ. Мен ол ақшаны қайда қалғанын да білмеймін. Миллиардты қалай ағызып жібергенімді білмеймін. Сондықтан мен наоборот адамдарға берекелі, спокойный, гармоничный, полноценный, расслабленный, бірақ көп ақшаны тілеймін. И осыны мен 15-ші, 16-ші, 17-ші мамыр күндері өтетін код денег деген сабақта прям шегелеп түсіндіретін боламын. Көп ақша, мына жақта менің продюсерім айтады, көп екен, ол аз ақша емес берекелі деген. Өте көп ақша сізге. Просто соған жетудің жолын мен сабақта сіздерге ұғындыратын боламын. Супер эксперт ретінде. Құны 8888 теңге. Қатысу үшін төменге номер қалдырасыз, немесе 8 санын жаза кетесіз.